сонда сен мұсылман болып тұрып кәпірді өлтіріп тастасаң күнә арқаламайсың ғой сен, иә? Қалай сонда кәпірді адам өлтіретіндей не? жоқ, сен Құдай жоқ, қара. Мен саған айтып отырмын, адамның ақысына кіру деген бар. Сен біреудің ақысына кірдің десем, сен айтып отырсың да, сен Құдай жоқ деп отқан адам саған болады ғой деп. Сонда саған Құдай жоқ деп отқан адамға не істесең де бола ма саған сонда? Иә. Аха, демек сен Құдай жоқ деген адамды өлтіріп тұр, енді сөзіңе жауап бер. Құдай жоқ деген адамды өлтіріп тастасаң да саған күнә жазылмайды, дұрыс па? Жоқ, оны өлтіру бөлек нәрсе, оны өлтірсең күнә бәрібір жазылады. Қалай жазылады? Сен ал боқтасаң күнә жазылмай ма? Жоқ, сен енді айтып отырсың ғой, ертең ақыретке барған кезде жоқ, тұр, сен боқтасаң күнә жазыла ма, жазылмай ма? Боқтасаң сен сөзіңе қарап айтып отырсың да, сен былай. жоқ, қызық емес сөзіңе қарап айтқан. Боқтасаң күнә жазыла ма, жазылмай ма? Боқтасаң да күнә жазылады, бірақ жақсы, жазылады. Енді қара, сенің мені боқтаған үшін күнәңді Құдай кешірмейді. Мен ғана кешіре аламын. Менің кешірім сұрайсың ба? Нақыл сенен кешірді. Аха, демек сен ақыретке сенесің, бірақ ақырет күні егер мен сенің күнәларыңды саған артып, сенің сауаптарың бәрін алып қойып, сені тозаққа жіберуіңе мен себеп болатын болсам, сен одан қорықпайсың. Жоқ, оны Алла біледі ғой. Дұрыс. Атеистті боқтауға болады деген сөз бар ма? Негізі желательно ешкімді боқтауға болмайды. Жоқ, қара, енді сенің алдыңда мынандай ой бар. Қара, енді сенің алдыңда жоқ, боқтатасың деген сылтауың жүрмейді. Сенің алдыңда мынандай выбор бар, қара. Либо сен осы жерде көкірегіңді басасың да кешірім сұрайсың, либо осыны ақыретке дейін алып кетесің, мен сені кешірмеймін. Егер сен осыған сенетін болсаң, ақыретке сенетін адам болсаң, мен сені кешірмей, осы далбайып деген сөздеріңді сол кезде ақыретіңе қалдырам да, соның тозаққа кетуіңе себепкер болам. Сен осы жерде көкірегіңді көтіңе түсіріп, кешірім сұрайсың ба, либо кетесің ба осымен? Сайкю, отағым жемес, жарайды. Болды. Мен енді қара, 400 адам көріп отыр да, мынау ақыретке сенем дейді. Бірақ ақыретте, сен кешірілмей тозаққа кетесің десе, поху маған деп тұр да. Маған поху деп тұр. Жақсылық, сенің қай жерің ақыретке сенеді? Қара, мен ақыретке туғаннан бастап сенемін. Сенгенің сенің сөзіңде ғана ғой, ісіңде жоқ қой. Ісімде жоқ болғанда мен саған қайталап айтамын. Сен кәпір, атеист болғаннан кейін сенің сөзің ол жақта тоқтатың. Қалай? Сенің сөзің бір тиын ол жақта. Жақсы. Иә, дұрыс. Демек, сонда қара. Барғанда, ақыретке барғанда. Онда сенің құдайың әділетсіз ғой, иә? Онда сенің құдайың әділетсіз ғой, иә? Кім айтты әділетсіз деп? Әділетті, қара. Ана жануарлардың ақысын алып беретін құдайың, бірақ адамдардың ақысын алып бермейді егер оған сенбесе, иә? Енді сен оны жоққа шығарып, сен оны мазақтап отырсаң, сен ақыңды алып береді. Дұрыс. Демек, менің ақымды алып бермейді. Сен қазір қара. Сен бір атеисті өлтіріп тастасаң да, ол үшін күнә арқаламайын деп тұрсың ғой, иә? Сен қайта неғып айта бересің маған? Жоқ, сен қара, сен мұсылман болып тұр, бір атеисті өлтіріп тастасаң, ертең ол үшін саған күнә жазылмайды. Спрос болмайды ол үшін. Пиздец адам екенсің. Солай ма, солай емес па? Сен мені андай бір провокация тартып. Жоқ, солай ма, солай емес па? Қара, Құранда мынандай бар. Егер мұсылмандарға ислам дініне кигізіп жатса біреу, оған мейлінше сен қорған болуың керек дейді. Түсініп отырсың ба? Құранда мынандай аят бар екен, білесің ба? Егер исламда жоқ адамдармен пікір талас жүргізсеңдер, өте көркем түрде таласыңдар деген аят бар екен, білесің ба? Дұрыс қой, көркем түрде таласып жатыр. Иә, сенің көркем түрдегі таласқаның осы мені боқтау, дұрыс па? Енді сен адам шатырын кигізіп отырсың. Жоқ, сен Құранға амал етпейсің ғой. Амал етем, неге амал етем? Амал ететін болсаң, сен бұдан кейін мені боқтамайсың, дұрыс па? Қалай? Қазір көреміз, тағы шатырыма. Жоқ, қазір көреміз деп тұрсың, демек саған аят кеп тұрса да, саған похуй ғой, короче.
жоқ, сен өзің провокацияға тартып адамды жындырып отырсың ғой мына жерде. Жоқ, саған айтып тұр ғой, саған сен бұл жерде сен қазір дальше мен боқтай берем деп тұрсың ғой енді қысқасы. В общем, сен ақыретке де Құранға да қойғаның бар адамсың, неғып өтірік мұсылман болып отырсың? Астағфиралла, Сенің бар ғой, кім жақсылық, сенің астағфиралла,ағзубилля, кәләм деген сөздерің сені ешқандай жақсылыққа апармайды. Өйткені сенің ісіңде ислам жоқ. Сен исламда айтылады да, мысалы, сен біреудің ақысына кірме дейді. Сен кіресің адамның сен біреуді боқтайсың. Қазір тағы боқтасайшы давай. жоқ, өзің өстіп боқтатасың, қарап. Жоқ, боқтасайшы давай, боқтасай давай. Боқта давай. Не мазақ қылып Боқтасайшы. жоқ, өзің өстіп боқтатасың ғой адамды. Жоқ, боқтасайшы, енді не қорқып отырсың? Сен не мазақтап отырсың ба? Саған бәрібір емес па? Боқтасай давай. Бәрібір емес па? Бәрібір емес па? Бәрібір емес болатын болса, алдыңғы боқтағаның үшін кешірім сұра давай. Не үшін кешірім сұраймын? Алдыңғы боқтағаның үшін кешірім сұрайсың. Сен сол боқтыққа лайықсың ба? Боқтыққа лайықсың. Ондай бар ма, мысалы, сен лайық адамды боқтай берсең бола ма сонда? Болады, лайық адамды. Сен өзіңе өзің пәтуа шығаратын болғасың ба? Причем пәтуа? Өзіңе өзің добро бер, өзіңе өзің. Қара, исламда сен негізі шариғатқа сүйенуің керек. Қара, исламда Құран сүннетке қатысты пәтуаларға сүйеніп сен амал етуің керек. Сен қазір өзіңе өзің пәтуа беріп отырсың да, болады деп. Либо оны бір жерден алдың ба? Жоқ, сен қара, сен егерші бетпе-бет жолығып бір сөйлесетін болса, онда әңгіме басқа да. Бетпе-бет жолығып не істейін деп едің? Жоқ, барайық, бір жерге барайық, шай ішейік, отырайық. Сенің шайыңа мұқтажбын ба мен? Бұл жерде мұқтаж емессің. Мысалы, мен сенің бар ғой, сенің дауысыңды әрең тыңдап отырмын, сенің түріңді көруге желание жоқ та вообще. Талбай отырсың ба? Міне, қайтадан боқтап отырсың сен. Негізі жақсылық, дін адамды адам қыламайды. Сен сияқты гнилойларды ешқандай дін түзей алмайды да. Сен діннің атын жамылып маған бірдеңе демексің. Жоқ, қара, сені ислам деген дін, сені анау бүкіл Құрандағы тозақтың азаптарымен қорқытып түзей алмайтын болса, сені ешкім түзей алмайды. Сен ислам дінін аузыңа алма, жарай ма? Ислам дінін мен аузыма алуға лайықтымын ғой, сенен гөрі. Сенің боқ аузыңда Құдай, сенің бар ғой, екі сөздің арасында тұра тұршы, сенің сөйлегеніңде жақсылық, менің аузым сенің аузыңнан таза. Қара, сенің сөйлегеніңде, әне көрдің ба, сенің сөзіңде Алла мен Қотақ деген сөздің арасы бір 4-5 сөйлемді, менің сөзімде ондай жоқ. Сен қалай дін туралы әңгіме айтасың маған? Мен ол үшін Алла тағаладан өзім кешірім сұрайтын. Қара, сен жаңа Қотақ деген сөз Қотағыңды айтқанынан кейін, бір сөйлемнен кейін Алланы айтып отырсың. Сен қалай дін туралы әңгіме айтасың? Ол эмоциямен шығып кетеді, мен айтып отырмын, Алла тағаладан эмоцияңмен сен сонда каждый раз кешірім сұрай беретін болсаң, сен тәубеңнен толық жоқ қой? Жоқ, мен главный сен сияқты емеспін да, мен Алланы жоққа шығармаймын. Сен сияқты боқтамай сөйлемеймін ғой десей. Главный мен сен сияқты боқтамай сөйлемеймін ғой десейші. Сен ертең күнің қалай болатынын көреміз да. Менің қарашы, сен әділін айтшы, қара, әділін айт. Осы отырған кезде сен жәннатқа жақынырақсың ба, мен жәннатқа жақынырақпын ба, осы сенің әңгімеге қарағанда? Конечно.